Бүгінгі таңда ұсынып отырған жаңа конституция бұл тек құқықтық өзгеріс емес, ел дамуының жаңа кезеңін айқындайтын стратегиялық бағдар. Ол азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды басты құндылық ретінде бекітіп, Қазақстанның тұрақты әрі прогрессивті дамуына сенімді негіз қалайды. Конституциялық өзгерістер тек заң мәтінін түзету емес, ол басқару мәдениетін жаңарту, әділдік қағидаларын нығайту және азамат пен мемлекет арасындағы сенімді күшейту. Сондықтан әрбір тұрғын ұсынып отырған бастамалардың мазмұнын терең түсініп, саналы таңдау жасауы маңызды. Референдумға қатысу азаматтық жауапкершілік. Осыған байланысты баршаңызды еліміздің болашағы үшін, мемлекет үшін маңызды референдумға белсенді түрде қатысуға және дауыс беруге шақырамын.